бір жақсы өзі композитор, әндері күшті деп маған айта береді. Неше түрлі ән айтып қалған адамбыз ғой біз, енді қарап отырып Даниярдың бір айығып келемін деп айтып бастап жатқан кезде бірден ойбай, мына ән керемет екен, мынаны мен айтсам қалай болады деп бір айтайын деп духым бармады оған айтып берді да, бірақ мен соны сұрауға, мен айтайыншы деп айтуға біртүрлі андай болдым. Бермей қалса ұят болып қалады ғой. Сонымен жаңағы ініміз арқылы жайлап бүйтіп хат жіберіп, хабар беріп, жайлап құда түстік. Бірден алып қашуға ыңғайсыздандық та. Артынан адам жіберіп әйтеуір. Бірден алып келістірдік, сөйтсем, дәкең болды, ағам айтам десе мен берем ғой, дайынмын ғой деп. Бір әннің өзі бір спектакль ғой негізінде. Сол оның басы бар, ортасы бар, кульминациясы бар, аяғы болу керек, финал болу керек деген сияқты. Соның бәрін ойластырып, әйтеуір бір шешім табылған сияқты болды. Соған соңында жазып көрсетіп, Данияр осындай болды деген кезде барып, бұл Даниярда кішкене осы жолы кішкене жақсы болған сияқты аға деп айтып сонымен соңғы версиясы сол болды. Бір әнмен 1000 әннің былай айтқанда тағдырының образын жасауға болатындай жағдайдамыз. Өйткені бір ән бірнеше нәрсені айтып кетті. Айығып келем бәрінен, емделіп жүрмін жақсылар берген дәрімен. Мен үшін өмір тарылған емес әлі кеңістіктерге сапарға шығам әлі мен.